Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бұл 3-ші сынып математика пәні 53-ші сабақ шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері тақырыбы. Бірінші тапсырма. Адамдар уақытты өлшеуді өте ерте замандарда үйренді. А тапсырмасы. Суретте ертедегі су және күн сағаттары бейнеленген. Олардың қазіргі сағаттармен қандай ұқсастығын байқауға болады. Пішіні қандай? Олардың пішіні дөңгелекке және шеңберге ұқсайды. Шеңбер дөңгелектің шекарасы. Дөңгелек барлық нүктелері центрден бірдей қашықтықта орналасқан сызықпен шектелген жазық фигура. О нүктесі дөңгелектің шеңбердің центрі. Міне, О нүктесі дөңгелектің шеңбердің центрі. Радиус шеңбердің центрін оның бойында жатқан кез келген нүктемен қосатын кесінді. Міне, шеңбердің центрі мен оның кез келген нүктесін қосатын кесінді радиус деп аталады. АБ диаметрі шеңбердің центрі арқылы өтетін және шеңбердің екі нүктесін қосатын кесінді. Шеңбердің центрі арқылы өтетін және шеңбердің екі нүктесін қосатын кесіндіні шеңбердің диаметрі деп атайды. Ә нұсқасы шеңбердің радиусы мен диаметрін өлше. Радиусын өлшейміз. Радиусы 2 сантиметрге тең. Ал диаметрі радиусын 2-ге көбейтеміз, сонда диаметрі 4 сантиметр болады. Екінші тапсырма. Сызбаларға қарап, сұрақтарға жауап бер. А нұсқасы. Қай сызбада шеңберлердің центрі ортақ? Осы шеңберлердің радиусының ұзындығы бірдей ме? Үшінші суреттегі шеңберлердің центрі ортақ, бірақ шеңберлердің радиусы әртүрлі. Ә нұсқасы. Қай сызбада шеңберлердің радиусы ортақ және радиустарының ұзындығы әртүрлі? Үшінші суреттегі шеңберлердің радиусы ортақ және радиустарының ұзындығы әртүрлі. Б нұсқасы. Екі әртүрлі шеңбердің центрлері ортақ және радиустары бірдей бола ма? Екі әртүрлі шеңберлердің центрлері ортақ және радиустары бірдей бола алмайды. В нұсқасы. Қай суретте шеңберлердің центрі ортақ емес және радиустарының ұзындығы бірдей? Төртінші және бесінші суретте шеңберлердің центрі ортақ емес және радиустарының ұзындығы бірдей. Міне, шеңберлердің центрі ортақ емес, бірақ радиустарының ұзындығы бірдей. Мұнда да шеңберлердің центрі әртүрлі, бірақ радиустарының ұзындығы бірдей. Г нұсқасы. Қай суретте шеңберлердің центрі ортақ емес және радиустарының ұзындығы әртүрлі? Бірінші және екінші суретте шеңберлердің центрі ортақ емес және радиустарының ұзындығы әртүрлі. Бірінші суретте шеңбердің центрлері ортақ емес және радиустарының ұзындығы әртүрлі. Ал екінші суретте де шеңбердің центрлері ортақ емес, радиустарының ұзындығы әртүрлі. Үшінші тапсырма. Берілген радиустағы шеңберді салу реті. Міне, мына суретте циркульдің суреті көрсетілген. Бірінші, циркульдің инесін 0-ге, ал циркульдің қарындашы бар ұшын сызғыштың бөлігіне қой. Мысалы 3 сантиметр. Циркульдің инесін 0-ге қоямыз. Міне 0. Ал мына жағында қарындашы бар ұшын
3 сантиметрдің тұсына қоямыз. Екінші, осы өлшеммен циркульді дәптерге қой. Циркульді 3 сантиметр етіп өлшеп алдық, енді циркульді дәптерге қоямыз. Үшінші, циркульдің қарындашы бар ұшын дәптердің бетімен мұқият айналдыр. Циркульдің инесі бар ұшын центрге қоямыз, ал қарындашы бар ұшын, міне осы жағын осылай айналдырып, шеңбер сызамыз. Төртінші тапсырма. А нұсқасы: дәптеріңе циркульдің көмегімен радиусы 2 сантиметр, 3 сантиметр, 1 сантиметр болатын шеңбер сыз. 3 шеңбер сыздық. Бірінші шеңбердің радиусы R1 тең 2 сантиметрге. Екінші шеңбердің радиусы R2 тең 3 сантиметрге. Үшінші шеңбердің радиусы, міне, R3 тең 1 сантиметрге. Ә нұсқасы: әр шеңбердің диаметрін өлше. Шеңбердің радиусы оның диаметрінен қанша есе кіші болатындығын анықта. Қандай қорытынды шығаруға болады? Әрбір шеңбердің диаметрін өлшейміз. Мына аралық бірінші шеңбердің диаметрі болады. Сонда диаметрі тең 2 көбейту R1 болады. D тең 2 көбейту R1 2 сантиметрге тең. 2-ге 2-ні көбейткенде 4 сантиметр болады. Сонда диаметрі тең 4 сантиметрге. Екінші шеңбердің диаметрі осы аралық. Сонда D тең 2 көбейту R2 болады. D тең 2 көбейту R2 3 сантиметрге тең. 2 көбейту 3 тең 6 сантиметр болады. Сонда диаметрі тең 6 сантиметрге. Үшінші шеңбердің диаметрі осы аралық болады. Сонда D тең 2 көбейту R3. D тең 2 көбейту R3 1 сантиметрге тең. 2 көбейту 1 2 сантиметр болады. Диаметрі тең 2 сантиметрге. Сонда кез келген шеңбердің радиусы оның диаметрінен 2 есе кіші болады. Бесінші тапсырма. Есептерді шығар. А нұсқасы: адам тәуліктің 3-тен 1 бөлігінде ұйықтайды, ал қалған уақытында ояу болады. Адам қанша уақыт ұйықтайды, қанша уақыт ояу болады? Есептің берілгені: бір тәулікте 24 сағат бар. Ұйықтайды тәуліктің 3-тен 1 бөлігінде. Ояу болады белгісіз сағат. Ең алдымен 24 сағаттың 3-тен 1 бөлігін анықтаймыз. Оны анықтау үшін 24-ті 3-ке бөліп 1-ге көбейтеміз. 24-ті 3-ке бөлгенде 8, 8-ді 1-ге көбейткенде 8 сағат болады. Демек 8 сағат ұйықтайды. Енді қанша сағат ояу болатынын анықтау үшін барлығы 24 сағаттан ұйықтайтын 8 сағатты азайтамыз. 24 азайту 8 тең 16 сағат болады. Жауабы: адам 8 сағат ұйықтайды, 16 сағат ояу болады. Ә нұсқасы: бөшкеден 8 литр су алынды. Ол бөшкедегі барлық судың 4-тен 1 бөлігін құрайды. Бөшкеде қанша литр су болған? Есептің берілгені: алынды 8 литр су, бұл
барлық болған судың 4-тен 1 бөлігі. Сонда бөшкеде қанша литр су болды? Соны анықтау керек. Сонда 8 литрді 4-ке көбейтіп 1-ге бөлеміз. 8-ді 4-ке көбейткенде 32, 1-ге бөлгенде 32 литр болады. Жауабы: бөшкеде 32 литр су болған. 6-шы тапсырма. Есепте тексеруді орында. 415-ке 37-ні қосқанда 452 болады. Дұрыстығын тексеру үшін 452-ден 37-ні азайтамыз, бастапқы 415 шығады. Келесі 552-ге 379-ді қосқанда 931 болады. Дұрыстығын тексергенде бастапқы 552 саны шығады. Келесі 505 азайту 317, 188 болады. Дұрыстығын тексергенде бастапқы 505 саны шығады. Келесі 325 азайту 197, 128 болады. Дұрыстығын тексергенде бастапқы 325 саны шығады. Келесі 689-ға 309-ды қосқанда 998 болады. Дұрыстығын тексергенде бастапқы 689 саны шығады. Келесі 1000-нан 654-ді азайтқанда 346 болады. Дұрыстығын тексергенде бастапқы 1000 саны шығады. Келесі 713 азайту 237, 476 болады. 476-ға 237-ні қосқанда бастапқы 713 саны шығады. Келесі 546-ға 454-ті қосқанда 1000 болады. Дұрыстығын тексеру үшін 1000-нан 454-ті азайтамыз, бастапқы 546 саны шығады. 7-ші тапсырма. Салыстыр. 90 минутпен 1 секундты салыстырғанда 90 минут артық. Келесі 2 сағатта 120 минут бар. Оны 120 минутпен салыстырғанда екі жағы тең болады. Келесі 9 ай 1 жыл. 1 жылда 12 ай бар. Сонда 9 ай мен 12 айды салыстырғанда 12 ай артық. Келесі 1 жылда 12 ай бар. Оны 12 аймен салыстырғанда екеуі тең болады. Келесі 2 сағат 15 минут. 2 сағатта 120 минут бар. Оған 15 минутты қосқанда 135 минут болады. Оны 150 минутпен салыстырғанда 150 минут артық. Келесі 50 минутпен 1 сағатты салыстырамыз. 1 сағатта 60 минут бар. Сонда 50 мен 60-ты салыстырғанда 60 минут артық. Келесі 1 сағат 30 минутпен 3 сағатты салыстырамыз. 1 сағатта 60 минут, оған 30 минутты қосқанда 90 минут болады. 3 сағатта 180 минут болады. Сонда 90 минут пен 180 минутты салыстырғанда 180 минут артық болады. Келесі 1 сағатта 60 минут бар, оған 20 минутты қосқанда 80 минут болады. Ал 2 сағатта 120 минут бар. 80 мен 120-ны салыстырғанда 120 минут артық болады. Келесі 1 сағатта 60 минут, оған 1 минутты қосамыз, 61 минут болады. 61 минут пен 11 минутты салыстырғанда 61 минут артық болады. 8-ші тапсырма. Барлық дөңгелектің өлшемі бірдей. Дөңгелектердің диаметрі мен радиусын тап. Бірдей 4 дөңгелек берілген және мына ұзындық берілген. Ең алдымен диаметрін сызамыз. 2 дөңгелектің диаметрі 4 сантиметрге тең болды. Сонда 2 көбейтуді тең 4 сантиметрге. Бізге диаметрін анықтау керек және радиусын анықтау керек.
Сонда диаметрі тең 4 сантиметрдің жартысы болады. 4 бөлу 2 тең 2 сантиметрге. Ал радиусы тең болады диаметрдің жартысына. Сонда радиусын анықтау үшін 2 сантиметрді 2-ге бөлеміз. Сонда 1 сантиметр болады. Сонда жауабы диаметрі 2 сантиметрге, радиусы 1 сантиметрге тең. 9-шы тапсырма. Тоғжан, Балжан, Маржан, Айша және Айжан қағаздан түрлі фигуралар қиды. Біреуі дөңгелекті торкөзді қағаздан, біреуі жолды дәптер парағынан қиды. Енді біреуі шаршыны торкөзді парақтан, біреуі жолды дәптер парағынан қиып алды. Ал біреуі ақ қағаздан жалау қиды. Айша мен Балжан дөңгелек қиды. Айша мен Тоғжан торкөзді қағаздан қиды. Тоғжан мен Маржан шаршы қиды. Сонда кім не қиды? Бірінші, Тоғжан торкөзді қағаздан қиды, Тоғжан шаршы қиды. Міне, демек Тоғжан торкөзден шаршы қиды. Келесі, Айша дөңгелек қиды, Айша торкөзді қағаздан қиды. Сонда Айша торкөзден дөңгелек қиды. Келесі, Балжан. Міне, Балжан дөңгелек қиды. Сонда Балжан жолды дәптерден дөңгелек қиды. Келесі, Маржан. Маржан шаршы қиды. Сонда ол торкөз дәптерден емес, жолды дәптерден шаршы қиды. Сонда бізде Айжан қалды, ал біреуі ақ қағаздан жалау қиды. Демек, Айжан ақ қағаздан жалау қиды.